Сәлем балақай, қалың қалай? Сенімен кездеспегелі бірнеше күн болды. Сенде қандай жаңалықтар бар? Балабақшада не үйрендің? Әлде сен бірінші сыныпта оқисың ба? Бірінші сыныпта оқысаң, әріптермен танысып, әліппемен қоштасуға дайындалып жатқан боларсың, иә? Жақсы. Енді экранға пердек жақында. Ертегімізді бастаймыз. Мен саған бүгін тауық неге қыт-қыттайтынын айтып беремін. Оның сырын екеуміз бірге білейік. Ертеде тауық пен тышқан дос болыпты. Күндердің күнінде тауық бір уыс бидай тауып алады. Тышқаннан бидайды үгітіп беруін сұрайды. Тышқан сонда: «Чик-чик, чик-чик, мен үгіте алмаймын», дейді екен. Тауық амалсыздан бидайды өзі үгітеді. Диірменнен шыққандай майда ұн жасап, оннан қамыр илейді. Содан кейін ол тышқанға: «Енді мына қамырдан күлше пысыр», дейді. «Чик-чик, чик-чик, мен ерініп тұрмын, өзің пісіре салшы», деп тышқан пісірмей қояды. Содан соң тауық қамырдан бір таба етіп күлше нан пісіреді. «Нанды кім жейді?» дейді тауық. Сол кезде тышқан жүгіріп келіп: «Шиқ-шиқ-шиқ-шиқ, мен жеймін», дейді екен. Ал тауық болса оған: «Бидайды үгітуге де, күлше нанды пісіруге де ешқандай үлес қосқан жоқсың. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Ал сен болсаң, еңбек етпедің», деп қыт-қыт, қыт-қыт деп ашуланып, тышқанды үйден қуып жібереді. Содан бері тауық тышқанды көрсе, қыт-қыттап, үрке қарайды екен. Қыт-қыттың сыры осы екен. Бүгін тағы да бір ертегімен таныс болдың. Енді ұйқың келген шығар. Қане, жатып ұйықтай ғой. Ертеңге дейін сау бол.